бір танысымыздың кәсібін ашуға көмектескенбіз Алматы қаласында. Сол жерден Урбо кофені көріп, тек қана вендинг аппарат емес, толыққанды кофехана ашуға деп. Бізбен қатар сол уақыттың өзінде 40 кофейня ашылған бізбен бірге. Ал қазір таңда 200-дің үстінде. Бізде қиындық өте көп болды. Себебі мана айтқандай тәжірибенің жоқтығы, білімнің аздығы, жүйенің жоқтығы. Жалпы менің өзім қазақтың құмайтаз, 7 қазынаның бірі құмайтазмен айналысам. Ашаршылық болды. Сол кезде бір ауылды бір таз ұстаған, баққан, асыраған дейді. Маңғыстау құмайтазы федерациясында ашқанбыз жігіттермен. Жалпы мен өзім Маңғыстаудың теріс жағы деп айтылады. Форт Шевченко, Таушық жақ. Сол жерлер өзіме қатты ұнайды. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен Маңғыстау газетінің YouTube жобасы іскерлік әңгіме подкасты. Біздің бүгінгі қонағымыз Урбо кофеханалар желісінің Ақтаудағы иесі, кәсіпкер Дінмұхамед Бақтыбай. Дінмұхамед мырза, подкастымызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Әңгімемізді бастамас бұрын өзіңізді көрерменге толық таныстырып өтсеңіз, жалпы сіз қай жақтың тумасысыз, мамандығыңыз қандай? Ассалаумағалейкум. Есімім Дінмұхамед. Шақырғаныңызға рахмет, қуаныштымыз. Жалпы мен өзім Ақтау қаласының тумасымын. Жасым 24-те. Мамандық негізі қазіргі таңда тамақтану саласына қатысы жоқ. Осы Шахмаран Есенов атында IT мамандығын бітірдік. Неліктен осы тамақтану саласына келдіңіз? Қызығушылық қайдан оянды? Жалпы тамақтандыру саласынан бұрын бала кезімнен қатты қызығатынмын өзім. Көшелерден әрбір фастфудтарға қарап шабыттанып негізінде. Одан кейін өсе келе кинолардан көрдік, ресторандарға қызықтық. Сөйтіп құдайдың қалауымен осы Урбо кофе франшизасын сатып алдық, көрдік. Содан бастап кәсіп басталып кетті. Енді франшиза туралы толығырақ айтсаңыз, жалпы неліктен Урбоны таңдадыңыз? Жалпы оның алдында да Инстаграм желісінде бір салған болатын, баварлық таңғасы деген рубрикамызда. Жалпы 2023-тің сол күз айлары бір танысымыздың кәсібін ашуға көмектескенбіз Алматы қаласында. Сол жерден Урбо кофені көріп, бір емес бірнеше күн қатардан барып, дәмін татып көрдік. Сол уақыттарда біз франшизалығымыз таңғас кофехана ашқымыз келіп жүрген. Бірақ біздің қазір франшизамыз кофе саласында. Оның алдынан да бізде кофе аппараттар болған. Бұл алғаш кофе саласының бірінші кәсібіміз емес. Осыған дейін де вендинг кофе аппараттарымыз болған. Қазір таңда жақында ең соңғысы сатып жібердім. Бір емес 5 аппаратқа дейін бізде болған. Бізде жалпы кофе тенденция 2022-2023 жылы Қазақстанға қатты келді. Жан кофе дейтін кофе аппараттар болды. Солар болды. Одан да басқа да ерекше аппараттар болды бізде. Сол кезде адамдар байқайтын, мен кофе қызыққа сұранысты, және де кофенің қасына да адамдар тамақ, яғни тағам жейтін тамақ сұрайтын. Сэндвич сияқты түрлі нәрселер. Сонда ой келіп бастады менде. Тек қана вендинг аппарат емес, толыққанды кофехана ашуға деп ой келді. Содан бастап Алматыда Урбоны көріп, ең алғаш сол 2023-тің күзінде бастадыңыз. Сұранып, қыста франшизасы толықта келісіп алдық. Жалпы бізде франшиза болғандықтан кейін франшизаны таңдау себебім де сол. Бұрын бізде тәжірибе болмады. Франшиза әуелден көмек болды. Мамандар жіберді арнайы, қалай ұстау керек, үйрену керек екен. Ашылмай тұрып та біз өзіміздің жұмысшыларымызды оларға обучениеге жібердік. Оларды келді бізге үйренуге. Сөйтіп үйрендік. Ал өзіміз жеке келетін болсақ, жеке дамыдық, іздендік. Өзіміздің сұранысымызға қарай әртүрлі тренингтерге бардық. Сіз мамандық таңдаудан қателестім деп айта аласыз ба? Енді әркім әртүрлі айтады, бірақ Құдайдың бұйырғаны болды. IT саласына түстік.
ол жерде жақсы жандармен таныстық. Қателестім қазір айтпаймын. Пайдасы тиеді. Пайдасы тиеді, әрине, иә. Енді жалпы кофе ішу мәдениеті біздің өңірде енді дамып келе жатыр деп айтсақ болады. Сіздер сол 2023 жылы Ақтауға келген кезде қандай қиындықтар болды? Жалпы басқа кофеханалардан Урбо несімен ерекшеленді? Жалпы біз ашылған жылы 2024 жылы ол нағыз тенденцияның жылы деп айтамын. Мен өзім кофе себебі 2023-те бізде вендинг аппараттар болды. Вендинг аппараттар бізде өте жақсы жүрді. 23-тің аяғына қарай уже 24-тің басында кофеханалар ашылып бастады. Сол уақытта қатар бір емес, Ақтауда бірнеше нүкте қатар ашылып. Мен өзім статистикам бар, жалпы Тугис білесіз ғой, қосымшасы арқылы Тугистен кофейня бөлім іздеп қараған кезде бізде сол кезде Ақтауда біз ремонт бастадық 2024-тің сәуір айында. Сол кезде 100 деген кофейня болдық бізде. Ал небәрі 4 айдың ішінде біз ремонт аяқталғаннан кейін кофехана ашқан уақытта 145-тей ашылған болатын. Сонда бізбен қатар сол уақыттың өзінде 40 кофейня ашылған бізбен бірге. Ал қазір таңда 200-дің үстінде деп айтсам болады. Себебі кофе сұранысқа ие, әртүрлі, даже қазір кондитерлік дүкендердің өздерінде қосымша кофе. Даже айтатын болсақ, қазір бензин заправкалар бар ғой, сол жанармай бекеттерінің өздерінде ешқайсысының кофесі жоқ, барлығында кофе аппараттар бар. Себебі жүргізушілердің өзінің сұранысында кофе барды қазір таңда. Бұрын тек қана қазір энергетиктер еді. Қазір таңда кофені өте көп қолданылады. Сол жалпы біздің ерекшелігіміз сода, біздің ерекшелігіміз обжарка дейді, жеріне қуыру. Урбоның өзінің арнайы кофе қуыратын қуыру цехы бар Алматыда. Әрдайым бізде өзіміздің балған кофелеріміз. Біз Инстаграм желімізде қалдырып кеткенмін. Қалай кофе қуыру процестері полностью Алматыға түсіріп көрсетіп, бізде әрдайым жаңа қуырылған кофелер балғын. Сол сервис, атмосфера барлық кіреді деп ойлаймын ерекшелікке. Енді сол бастапқы уақытта қиындықтарға кішкене тоқталсақ, қандай мәселелер болды? Қаржылық тұрғыдан проблемаларды қалай шештіңіз? Жалпы, көп енді кәсіп болғасын, жалпы енді оған дейін де оның алдында да неше түрлі кәсіпте айналыстық, бірақ енді көбі кішігірім сезондық кәсіптер болды көбінде. Осы активный кәсібіміз Урбо болып саналады ғой. Алғашқы активный үлкен кәсіп болып. Бізде қиындық өте көп болды. Себебі мана айтқандай тәжірибенің жоқтығы, білімнің аздығы, жүйенің жоқтығы, ең бірінші айтқым келетін нәрсе ол жүйе. Тағы да жүйе деп айтқым келеді көбіне. Сол жүйе болмаса кәсіп бос болады. Сол ең жүйесіздіктен болды басында. Уақытылы, әр нәрсенің уақытылы болмауынан. Ал қаржылық қиындыққа келетін болсақ, сол қаржылық қиындық ол да жүйесіздің кесінен уақытылы жоспар болмауы, нақтыланбауы барлығы келіп сол айтқан жүйе келеді. Сан мен жүйе керек кәсіпте ең үлкен. Банкротқа ұшырайтындай жағдайлар болды ма? Жалпына кәсіпкер разрыв жатады ғой. Олдай неге дейін болды, моментке дейін болды. Енді жалпы жақындарымыздан кішігірім қарыз алып не істеп, жаңағыдай өзіміздің ақшамыздан қосып жинаған кәсіпкер разрывке бір-екі моменттер болды түскен. Сол уақытта мен түсіндім жүйе керектігін. Мынандай ақша саласың, мен ақшаны іздей бастаймыз. Содан кейін бастап финансистермен жұмыс бастадық. Жалпы ақшамызды іздеп бастадық қой, шын айтқанда. Кәсіп бар, оборот бар, бірақ ақша жоқ деген сияқты да. Жалпы сол айтқым келгені. Енді Урбоның тұрақты қонағы ретінде біз өзіміздің Урбо деген кішігірім неміз бар, сленг бар. Ішкі дизайны ерекше. Жалпы осы интерьер мен концепция жасаған кезде қандай идея жүгіндіңіздер, немесе трендтерге жүгіндіңіздер ме? Ремонт барысында ма?
негізі біздікі франшиза бізде негізінде ремонт бізге дизайн береді, бірақ өзгертулер енгіземіз. Мысалы бізде ана Урбо кофе Алматының алматылық кофехана ғой негізі, франшиза бастау Алматыдан алады. Сондықтан бізде көбіне более алматылық дизайндар береді да бізге. Ал бізге енді Маңғыстау қазақылы жер болғасын, қазақылықты қосқымыз келді. Яғни бізде шаш жайған қыздың орнына біздер жаңағындай өріммен шашпау қостық. 18 шағында көретін болсаңыз, шалбар киген қыздың орнына көйлек кигіздік, қабырғада сурет салдырған болатынбыз. Сол же ою қосып қазақыландырдық сол дизайндарды. Оның барлығы келісім түрде болды. Әртүрлі қазір таңда не көп, қазір таңда жасанды интеллект бар. Соның көмегімен де көп нәрсе жасай алдық деп ойлаймын. Қонақтарға жайлы атмосфера жасау үшін мысалы жарықтың орналасуы, өте музыка деген өте маңызды. Жарықтың орналасуы бізде мысалы қазір таңда қолжетімді заман ғой. Цвет дейді бізде, теплый цвет, нейтральный цвет дейді. Сондай жылы түстерді қолдануға тырысамыз, себебі жылы түстер әрдайым жарықтықты белгіленеді. Негізі мына холодный түс бұл больничный цвет деп айтады негізі. Больницаларда көп жерлерде қолданылады. Суық түс болады себебі. Ал атмосфераны создавать ету үшін айтқандай, жылы әуендер қосып, фоновый музыка дейді ғой. Кешке қарай уже более басқаша өлеңдер қосылады. Қазақша өлеңдер. Кешке адам более тыныш жайлы сезінгісі келеді. Оны уже қазір таңда админдеріміз де барлығы да ескеріп отырады. Оны сіңдірдік деп ойлаймын қазір таңда. Енді Урбо кофенің ас мәзіріне тоқталсақ. Жалпы сіздерде кофелермен қатар тағамдардың дәмді деп айта аламыз. Ас мәзірін қалыптастыруда жалпы не нәрсеге баса мән бересіздер? Маңғыстаулықтар үшін ең өтімді хит тамақтар, авторлық сусындар қандай? Мәселелік ерекшелік болғанда бізде ең бірінші ол ерекшеліктеріміз продукциямыз, яғни қосылатын барлығы балғын болу керек. Күнде келеді бізге. Күнделік нәрсе, күнделікті мысалы бізде списание дейміз, почта дейміз. Сонымен өте қатты жұмыстанамыз. Енді шама келгенше біздер ең мәселе балғын қосуымыз керек біздің немізде. Жалпы ерекше позицияларға келетін болсақ, бізде енді қазір таңда урбич дейтін сусынымыз бар ғой біздің. Біз жалпы Ақтау қаласына ең бірінші алып келген болатынбыз, ол негізі дағыстандық сусын болып саналады негізінде. Оны не үшін алып келдіңіздер? Идея қайдан? Идея сол бізде Атырау көршілес қала Атырау қаласынан болатын. Атырау қаласында дәл осында бізде Урбо кофе бар. Сол кісілерден көріп, қонаққа шақырып былтыр. Сол кісілерден көріп, франшизамыз бөлігі ғой енді. Біз бір-бірімізден жаңа опыт алмасамыз. Емеш Атырау қаласынан көрдім, дәмін ішіп Ақтау қаласына алып келу керек болды. Былтырдан бері қостық. Қазір таңда Ақтау қаласының бүкіл кофеханасында бар деп айта аламын. Бірақ ең бірінші Ақтау былтыр алып келдік. Тамақ келетін болсақ бізде өзіміздің хит бургер десек болады бізде. Былтыр жаздан бері жақсы қала танылды. Адамға жаңа дем алып келген осы біз позициялар деп айтсақ болады қалаға. Сосын біз ең атақты бізде көбінесе таңғы астар. Көбінесе бізде таңғы астарға келеді. Таңғы астарға, кешкі астар, таңғы астарға тезірек тамақты ішіп, ары жұмыс бітіріп кетуге біздер көбінесе соған қазір жұмыстанып жатырмыз. Келген қонақ тез сапалы тамақ ішіп, сонымен ары қарай күнін сәтті өткізуіне жұмыстанамыз. Қазір таңда сосын біздер қазір енді жақында ПП дейді, қазір правильное питание деп жатыр. Сол бағытқа қарай бет алғымыз келеді жалпы. Оған да кішігірім меню шығарып қойдық. Бірнеше позицияларымыз бар ол жерде де пайдалы тамаққа. Солай жалпы. Сіз өзіңіздің әлеуметтік желіде парақшаңызда сүйікті таңғы асыңыз туралы айтыпсыз. Сүйікті таңғы асым, Урбоға қалай келген туралы, сол баварлық таңғы ас туралы айтқан болатынбыз. Сол өзімізге ең ұнайтын сол баварлық таңғы ас жалпы. Құрамы қандай? Несімен ерекшеленеді ол? Құрамы оның құпия дейін бе?
оны тек барып жеп көру керек. Сол кезде көре аласыздар. Аспаздарыңыз Иә. қай жақтан оқып келеді, жалпы жиі ауысып тұра ма аспаздар, әлде тұрақты аспаздар ма сіздерде? Жалпы осы жұмысшының тұрақтылығы жөнінде айтқым келеді. Жалпы осыған дейін де бізге жұмысшылардың тұрақсыздығы өте бізде тамақтану общепит саласында текучка өте көп, қатты. Бірақ маған айтқандай негізінде білмеймін, енді әркім әртүрлі болады. Қазір жұмысшы емес, негізі қазір жүйеге байлануымыз керекпіз. Жұмысшы ауысса да жүйе ауыспау керек. Ал біздер бірақ соңғы осы бір жылдықта бізде тұрақсыздықты жойдық емес, жалпы жұмыстандық өте қатты жұмыстандық келе жатырмыз. Оған мана айтқандай әртүрлі мамандарға жүгіндік. Соның көмегімен қазір бізде жұмысшылар Аллаға шүкір тұрақты деп айтсақ болады. Енді қызметкерлер кадр мәселесін қозғап кеттік қой. Урбо кофеде жалпы қызмет көрсету, сервис біздің Маңғыстауда ақсап тұр деп жиі айтамыз. Бірақ Урбо ерекшеленеді. Сәлде болса үлгілі қызмет көрсету сервис жағынан жоғары кофеханалардың бірі деп айта аламыз. Осы тұрғыда сіздер баристаларды, даяшыларды таңдағанда не нәрсеге мән бересіз? Олардың қандай қабілеттері болу керек? Жалпына бізде көбіне Ақтауда енді қазір сервис өте маңызды. Себебі тек қана қала қонақтары үшін емес, сырттан келетін туристер үшін де. Қазір бізде сонымен қатар туризм өте Маңғыстауда мықты дамып жатыр ғой. Қонақтар көп келеді біздерге. Жалпы сервис бағыты бойынша бізде арнайы сервис маманы бар. Онымен де бұрын тек сырттан адамдар шақыратын едік. Шақырып сұрағын көріп, қазір таңда арнайы біз маман алдық сервиске қатысты. Сол кісі әр сұраныс бойынша жұмыстанады. Қызмет көрсетуге сол кісі жауап береді. Қызмет көрсетуге сол кісі жауап береді. Ал сіз қызметкерлеріңізді қалай ынталандырасыз? Мысалы, Урбоның жүйесіне сәйкес жұмыс істеу үшін қалай мотивация бересіз? Әртүрлі мотивационный жолдар бар. Оны да сол жаңағы сервис маманы әртүрлі жолдармен, әртүрлі шешім тәсілдер арқылы жұмыстандырып жатады. Жалпы тұтынушылармен, сіздің қонақтармен кері байланысты жақсы ұстайтындарыңызды білеміз. Жалпы шағымдармен, ұсыныстармен өзіңіз тікелей айналысқан сәттер бола ма? Әрине болады. Кейде мысалы қонақтар көреміз, манағыдай әртүрлі, мысалы адам болатын бүкіл нәрселер болады ғой. Кейде кофенің сиропын қойып ұмытып кетсе жаңағыдай наразылық білдірген уақытта қарап тұртын бақылаймын. Және де иесі емес, әртүрлі адам болып таныстырамын. Осы жерден представитель ретінде таныстырамын. Кейде админ ретінде таныстырамын өзімді. Сізге не болып қалды, не ұнамайды, или күлімдеп тұрған адамдарға барамын өзім. Қалай болды, кері байланыс өзім постоянно десем болады, сұрап тұрамын өзім қонақтардан. Мені танысын, танымасын, өзім барамын, сұраймын. Барлығы ұнады ма? Кейде қонақтар танитын иесі екенін білетін болса, өте қатты қуанып қалады. Бұрын енді бізде бір нүкте болған кезде көбіне бір нүкте өзім жүріп құрайтынмын. Қазір енді реті келсе сұраймын, уақыттың тығыздығына қарай. Маркетинг жағын сөйлесек. Сіздер маркетингті қалай жолға қойдыңыздар? Енді сізді иесі ретінде көбісі сізді танымайды. Біз білуімізше лицо деген бар қазір, әр брендтің өзінің. Бренд амбассадор. Бренд амбассадор бар. Сол бойынша айтып өтсеңіз, жалпы ол немен айналысады? Сіздің кәсіптеріңізге ол мамандықтың жалпы ол адамдардың пайдасы тиіп жатыр ма? Жалпы мен ойлаймын, әр кәсіпкер өз маркетолог болу керек деп ойлаймын. Маркетинг дейтін қазір таңда үлкен дүние. Маркетинг әр кәсіпке керек. Қалайда ол көп айтады, маркетингке мұқтаж емеспін, кейбір кісілер айтып жатады. Маркетинг, маған айтқан доп продажа ғой негізінде. Қанша сұранысқа ие болса да өнім, соның өзінен де доп продаж, яғни артық сауда шығаруға болады деп ойлаймын маркетинг арқылы. Бізге қазір келетін болсақ, бізде тоже айта кетсек, бренд амбассадор бізде де бар.
Урбу кофеде ол жергілікті блогер Искен Айдана деген кісі. Сол кісімен 1 жылдың үстінде жұмыс жасап келе жатырмыз. Көптеген нәрселер үйрендік, бір-бірімізбен жұмыс жасалдық. Өте жақсы жұмыстар болды, жақсы жобалар жасадық. Яғни жақында бізде Урбу кофе 3-ші нүктесінің ашылуы болды. Ол кезде ол кісілер организацияны полностью алды, ұйымдастыруын алды. Бізге маркетолог маманы бар, Қайыржан деген кісі. Сол кісілер бірге бірлесіп Урбуға қатысты іс-шаралардың барлығын сол кісілер жүргізеді. Яғни маркетинг саласына, медиа саласына қарай сол кісілер жауап береді. Маған айттыңыз енді сервис жөнінде де кері байланыс деп жатсыз. Кері байланыс көбіне қазір адамдар интроверт экстраверт бөлінеді енді. Более экстраверт болып кеткен. Тікелей саған келіп шағым айта алмайды. Тугис арқылы, трец бар ғой қазіргі таңда, трец арқылы жазған. Мысалы бізге сол кісілер маркетологымыз, амбассадорымыз біздің туымызды көтеріп қорғап шығады сол жерде. Кері байланыс сол кісілер алады. Сол қазіргі таңда мен өзім ойлаймын, сол бренд амбассадорының маңыздылығы жоғары керек деп. Енді алдағы жоспарларыңыз туралы айтсаңыз, жақында тағы бір кәсіпті бастадыңыз, сол туралы айтып өтсеңіз. Жақында біздер, тағы айтып өтейін, чайный дом деп айтылады, йогурт деген жобаны ашқан болатынбыз. Ол да алматылық франшиза. Ода бізде ол жерде, ол жобада, йогурт жобасында бізде ең басты өнім йогурттар болатын, сусындар. Йогурт, балмұздақ және жеміс шайлары бар. Йогурт жобасы бұл йогуртке қатысты. Біздің басты ерекшелігіміз бағасында және йогуртте десек болады. Баға жағына келсек бізде ол жерде Ақтаудағы ең арзан балмұздақ десем болады. Небәрі 250 теңгеге. Кейде адамдар сұрақ қояды, тиімді баға ма деп, маржасы бар ма деген сияқты сұрақ қояды кәсіпкерлер. Біздің бұл жерде маржа емес, бұл жерде дәмді балмұздақты арзан бағада алу болатынын көрсеткіміз келеді. Ол жерде бізде Ақтауда жоқ десем де болады. Дәмді йогурттарымыз бар. Ол йогурттарды өзіміз фирмалық әдісімізбен жасаймыз. Яғни ашытамыз, қайнатамыз деген сияқты йогурттарымыз өте дәмді. Мекен-жайы Ақтау қаласы 17-ші шағын аудан 93 үйдің астынан аштық. Келіп дәмін көрсеңіздер болады. Бізде ол ең тұтынушыларымыз негізі жасөспірімдерге деп арналған едік. Бірақ әртүрлі жастағы кісілер қонақтарымыз бар, күнделікті қонақтарымыз бар, күнде келіп тұтынатын. Сол ерекше жоба. Йогурт, жалпы йогурт, балмұздақ деген ол маусымдық кәсіп қой. Қалай ойлайсыз, ертең қыста қалай болады? Әлде мәзірін өзгертесіздер ме? Жалпы өте орынды сұрақ. Бізде йогурт, балмұздақ және жеміс шайлар бар бізде. Шай дейді, чайный дом дейді бізде. Урбу кофехана болса, кофейня болса, анау бізде чайный дом деп айтамыз да. Қысқа қарата ыссы сусындармен, яғни шайлар қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Және тағы да басқа бір жоспарларымыз бар. Бұйырса алдағы уақытта көре жатармыз. Әзірге бұл жаздағы тренд мороженое күнделікті. Балалардың сүйікті жері болады. Балалардың сүйікті жері десек болады қазіргі таңда. Күнделікті қуанып кететін қонақтарымыз қазіргі таңда жастар, балалар. Енді өзіңізге ойсақ, әлеуметтік желіден байқағанымыздай, сізде бос уақытыңызда саятшылық құрып, табиғат аясында демалғанды жақсы көресіз. Ата-бабамыздан қалған бұл дәстүрге, бұл өнерге қызығушылық қайдан пайда болды? Енді саятшылыққа шығамыз. Жалпы мен өзім қазақтың құмайтазысы, 7 қазынаның бірі құмайтазымен айналысам. Таза ұстаймыз. Бұлынан бала кезімнен ұстаймыз. Енді сірә бұрынырақта былтырғы ғасырда әртүрлі оқиғалар болды ғой. Ашаршылық болды. Сол кезде бір ауылды бір тазы ұстаған, баққан, асыраған дейді. Соның орай жалпы 2013-тен бері тазы ұстаймын.
өте қатты тазаға жетіспеушілік бар. Қазір таңда тек қана аңға емес, біздер қазір таңда шырға салу жарыстарына шығамыз, қазақстандық деңгейлік, республикалық деңгейде жарыстарға барамыз. Жыл сайын әртүрлі қалалар жарысқа барып тұрамын. Ақтөбе, Атырау, Алматыға бірінші рет республикалық жарыстарға қатыстық, жеңімпаздар болып шықтық. Қазір таңда 10 шақты десем болады, тазым бар. Оның үстіне қаланың сыртында ұстаймыз. Қаланың күйбең тіршілігінен шығып ми демалтамыз десек те болады. Қазір таңда сол кәсіптегі бүкіл идеялар негізі менде қаладан тыс далада келеді. Кәсіпке қатысты идеялар, соның барлығы сол жерде мен энергия аламын деп ойлаймын өзіме, керекті. Саятшылық өнер сіздің бойыңыздағы кәсіпкерге тән қандай қасиеттерді дамытты деп айта аласыз? Аңғарымпаз болдыңыз ба, сабырлы болдыңыз ба? Енді айта кететін болсақ, аңға шыққанда да аң бірден шыға салмайды деген сияқты ғой. Бірнеше бір сағат жүреміз кейде. Тіпті аң көрмейтін уақыттар да болады. Таңертең кетесің, түнде келесің, кетіп қонып та қалып жатамыз қаланың сыртында. Сол кезде өте сабырлық, төзімділік керек деп ойлаймын. Күтесің, қарайсың, енді әрқашанда алдыңнан шыға бермейді. Көптеген факт нелер болды, осы тазы бойынша менде көптеген қалай айтсақ болады, опыт дейміз ғой, енді тәжірибелер болды. Аңға шыққан кезде де былай тазы жарысқа барамыз, жолға шығамыз. Оның өзіміздің группаларымыз бар. Біздер Маңғыстау Құмай тазы федерациясында шыққанбыз жігіттермен. Әлі жұмыс істеп тұр ма ол? Жалпы жұмыс істеп тұр әлі. Федерациясына шыққанбыз жігіттермен. Ол топ болыпты, басқа қалаға шыққанбыз. Ортамызға әмір сайладық. Әркім әртүрлі жауапкершілікті алды ол жерде де. Дәл сол кәсіпте де әркім әртүрлі жауапкершілікті алу керек. Сондай нәрселерді үйрендік жалпы. Сол негізі айта берсек өте көп. Сол сәл толқып отырмын. Жалпы қайнаған бизнеспен қаланың қарбалас өміріне шаршап, табиғат аясында демаласыз. Маңғыстаудағы сүйікті локацияларыңыз қандай демалғанда? Жалпы енді қазір таңда мен жалпы өзім бірнеше жыл бұрын осындай Маңғыстау сафари сияқты мекемеде бір жұмыс жасадым. Гид болып, туристік компанияда жұмыс жасадым мен өзім бірнеше жыл. Сол корона кезінде 2020-2021 жылға дейін бір жарым жылдай гид болып өзім жұмыс жасадым мен. Сол себепті көптеген жерлерді білем. Табиғи өзім және де өлкетануға, Маңғыстау әдебиеті, Маңғыстау тарихына өте қатты қызығамын. Жалпы адай шежіресі туралы да көптеген қызығушылықтарымыз бар. Өлкеміздің, өңіріміздің. Локацияға келетін болсақ, біздер қазір таңда Бозжыра дейді, қазір көп шығып отыр ғой, енді айрақты шықты, жармыш деп, водопад деп, сол жерлер шықты көптеген. Жалпы мен өзім Маңғыстаудың теріс жағы деп айтылады, Форт Шевченко, Таушық жақ, сол жерлер өзіме қатты ұнайды. Сол жерде өте көп қызықты жерлер бар. Далалық аймақ па? Далалық аймақ, Таушық жақ деп айтсақ болады. Сол жерлер өзіме қатты ұнайды. Біз Қаратау бар, Қаратауда жақсы, өте әдемі жерлер ұнайды. Сол өлкемізде тарихи жерлер көп ұнайды. Қазір таңда енді көп қой, Бағдат Бисмағамбетов дейтін ағам бар. Сол кісімен көп шығамыз бірге далаға. Құр демалып келгеннен гөрі тарихын біліп келген. Өте тарихын енді. Біздер Маңғыстау 700 көшкен жер дейді. Тарих орындар өте көп. Сол себепті тарихи жерлерге өте қатты қызығамыз. Сөзіңіз аузыңызда жалпы қандай кітаптар оқығанды жақсы көресіз? Қай кітаптар немесе бір тұлғалардың өмірі сізге әсер етті ма? Ондай оқиға болды ма? Жалпы айта өте кетейік. Кітапқа көп негіз жоқпын, бірақ бізде кеше кәсіп болғаннан кейін кітап оқу керек болды. Жаңағы үлкен тренинг коучтар айтады, жаңағыдай кітап оқу это не обсуждается дейді уже. Оқу керек.
оқу керек қашан. Жалпы осы кәсіптегі кезеңімде ең алғашқы кітап оқыған кітабым ол Вавилондағы ең бай адам. Сол қаржылық сауаттылық бар, көптеген нәрсені түсіндіреді ол жерде. Одан кейін де әртүрлі кітаптар оқыдық. Кемел адам бар, Қайрат Жолдыбайұлы ағамыздың. Тағы да бірнеше кітаптар оқыдық, енді оның барын айтып өтетіндей емес, жалпы. Сол ең маған өзіме әсер еткен кітап сол Вавилонда ең бай адам. Қатты әсер етті осы кәсіпте. Мотивациялық кітаптар. Мотивациялық кітаптар болып саналады. Сол кітаптар оның алдында да негізінде көп өлкетану кітаптарын оқыдым. Серікбол Қондыбай ағамыздың кітаптары бар. Сол кітаптарды оқыдық. Мифологиясын оқыдық. Маңғыстау жер суаттары әртүрлі Маңғыстау өлкетануға қарай кітаптар оқыдым көбіне. Бірақ қазіргі таңда кәсіпке қарай кітаптар оқып жүрміз. Жақсы, енді іскер адам ретінде жұмыс пен жеке өмірдің балансын қалай сақтайсыз? Отбасыға қалай көңіл бөлесіз? Жалпы ол мәселеге келетін болсақ, қатты уақыт жағып білесіз ғой қазіргі таңда уақыттың тығыздығын, жалпы бірдеңені алу үшін бір нәрсені құрбан ету керек, беру керек. Бізде жалпы кәсіпте олай айтсақ болады, кейде отбасымыздың уақытын ұрлап жатамыз көбіне. Жұмыспен, қарбаласпен, мал айтқандай жүйесіздікпен. Негізі оған да арнайы кәсіпте ағаларымыз айтады, семейный день арнау керек деп. Қазіргі таңда жай жаздан енді оны да енгізіп келе жатырмыз. Отбасыға арнайы бір күн бөліп, керек болса кезекті сапарлар ұйымдастырып, солай отбасымызға көңіл бөліміз келеді. Енді подкастымыздың дәстүрлі сұрағы, осы тамақтану саласында жалпы сервисте кәсіп бастағысы келетін жас кәсіпкерлерге қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы мен енді айтарлықтай үлкен кәсіпкер емеспін. Аз көпті тәжірибемізден айтқым келетіні ең маңыздысы жалпы есеп жүйе, санға мән беру керек. Өте жоспардың барлығы сан арқылы болады, есеп. Цифр дейміз ғой біздер. Бизнес строится на цифрах дейді, әртүрлі айтып отырады. Санға мән беру керек ең бастысы. Ол тағы да бүкіл нәрсе саннан құралады. Математик болу керек. Математик болу, ол енді мана айтқандай математик болу шарт емес енді. Жалпы жүйеде ең маңызды сан деп ойлаймын. Ол маркетингте, ол жоспарлауда барлығы санға келіп тіреледі. Ең айтатым сол, санға мән беру керек. Мықты бухгалтер алу керек, жақсы финансиспен жұмыс жасау керек. Немесе сол болу, болмаса сондай мықты мамандармен жұмыс жасау керек. Жақсы, соңғы сұрақ болсын. Қандай қағиданы өмірлік ұстанымым деп атар едіңіз? Жалпы өмірлік ұстаным деп принцип дейді, мақсат дейді. Менде өзім жалпы өзім күнделікті мақсатым, күнделікті жоспарыма жауапкершілікпен қарау, адал болу, амандыққа қиянат жасамау ең маңызды, ең басты сол өмірлік ұстаным деп айта аламын. Жақсы, Дінмұхамед мырза, сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Кәсібіңізге табыс тілейміз.